Ешқашан балдарыңыздың температурасын былай түсірмеңіз. Әсіресе кішкентай балдарға спирт терісі арқылы өтіп, балаға уытты әсер етуі мүмкін. Сонымен қатар 15 жасқа дейінгі балаларға аспирин бермеңіздер. Аспирин миына қатты зақым алып келуі мүмкін. Кішкентай балдарыңызды салқын душтың астында ұстамаңыздар. Салқын душ баланың денесін тітіркендіруі мүмкін. Ал қалай дұрыс түсіру керек? Аяғына дейін видеоны көріңіздер, қалай дұрыс түсіру керек екенін айтатын боламын. Және пайдалы ақпараттар үшін каналға жазылып кетуді ұмытпаңыздар. Ең бірінші, дене температурасын түсіретін дәрілердің дозировкасын есептеген дұрыс. Мысалға, парацетамол әр дене салмағына 10 миллиграмм беріледі. Егер оғанда температура түспей жатса, ибуфенмен чередовать етсеңіздер болады. Бірінші парацетамол берсеңіз, 4-6 сағат өткеннен кейін ибуфен берсеңіздер болады. Және тамағын қараңыздар. Егер тамағында ірің зат болып жатса, баланың температурасы қатты жоғары болады. Және дәрі бергеннен кейін қайта-қайта жоғарылай беретін болады. Температураны түсіру үшін жаңағы налетті алып тастау керек. Яғни аппақ дақ сияқты немесе ірің шығып тұрады. Соны ватный палочкамен аптечкалерде сатылады. Ухачисткаға ұқсайды. Соңымен қызыл май мен лигольді араластырып сүртіп алу. Жөтеліп бастаса болды, антибиотик бере бермеңіздер. Антибиотик баланың иммунитетін төмен түсіріп тастайды. Ал не істеу керек? Егер балаңызда ОРВИ немесе грипп болып жатса, онда противовирусный дәрілерді бергеніңіз дұрыс. Яғни ОРВИ дегеніміз острый респираторный вирусный инфекция, яғни вирусқа қарсы әсер ететін дәрілерді бергеніңіз дұрыс. ОРВИ кезінде ең жақсы көмектесетін дәрі оселтамивир деп аталады. Қазақстан бойынша оселтамивирдің бірнеше фирмалар шығарады. Соның ішінде ең арзан түрі селтавирді қолдансаңыздар болады. Әрбір таблеткасы күніне бір таблеткіден 2 рет қолданасыздар. 75 миллиграммдық бір аптадай қолдансаңыздар, ОРВИден айығасыздар.